Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге балықшаққа саяхат жасап, осындай орешки тәттісін дайындайтын боламыз. Кеттік. Алдымен айтып кетейін, мен бұл рецепті осы вафельницаның кітапшасынан алған болатым, сол бойынша жасап көргім келіп тұр. Алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, үстіне қантымызды салып, қантымыз әбден ерігенше араластыратын боламыз. Қалауларыңызша миксер қолдансаңыздар болады. Үстіне комнаталық температурада тұрған жұмсақ сары майымызды салып араластырамыз. Осы массамыздың үстіне қаймағымызды саламыз. Менде 20% қаймақ, сіздер кез келген пайыз қаймақ қолдансаңыздар болады. Осы массамызды жақсылап араластырамыз, ешқандай түйіршік болмау үшін. Үстіне крахмалымыз бен ас содамызды салып, артынша ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне бізде осындай қамыр шықты. Дайын болған қамырды пакетке салып, холодильникке салып қоямыз. Қамырымызды холодильниктен алып шығып, осылай 6 граммнан осындай ыңғайлы болу үшін кішкентай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Вафельницамның насадкасын осындай орешкаға аудардым. Енді вафельницамызды қыздырып, жаңағы дайындап қойған 6 граммнан қамырымызды салып, қызарғанша пісіретін боламыз. Міне осылай қызарып бізде орешкеміз шықты. Дайын болған орешкиларымыздың ішіне кремімізді құямыз. Менде вареный сгущенка мен жұмсақ сары май. Егер кремдеріңіз сұйық болып кететін жағдайда, холодильникке біраз уақытқа салып қойсаңыздар, кремдеріңіз қоюланатын болады. Кремді 2 бөлігіне де құятын боламыз. Артынша осы 2 бөлігін біріктіреміз. Егер сізде орешкилардың сырты осылай артық қалатын болса, ішіне кез келген шоколадты ерітіп салып, осындай десерт жасасаңыздар болады. Мен ақ және молочный шоколадты ерітіп құйдым. Беттерін жаңғақтарымен әрледім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Осы десерттерімізді шоколадтымыз қатқанша холодильникке салып қою керек. Міне бізде осындай тәттілер шықты, столда өте әдемі көрінеді. Орешкиларымыздың үстіне сахарный пудра сеуіп. Сіздерде ұнаса осы рецепт жасап көріңіздер, ас болсын.